көздеді. Сәлем баршаңа. Бүгін бізде ерекше шығарылым, өйткені бүгін бізде қонақта, ойлаңдаршы, Дархан Джуз және Делакур. Өте қуаныштымыз сендерді көргеніме. Бізде қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум. Армысың? Делакур бірінші адам шығар, кәдімгідей халық қоймай шақыртып алған. Өткендегі Азатпен болған, сол подкасттан кейін комментарийге жазды, маған инстаграмға жазды, үйге бір-екі адам келіп айтып кетті. Жарайды деп. Сосын саған жаздым ғой, халық сұрап жатыр деп. Сосын go дегеннен кейін қуанып кеттім. О, деп, күшті деп. Ал Дарекентиді қуалап жүргенімізге біраз болды. Айтып кетейін, Дарханмен біз соңғы рет осыдан 1 жыл 10 күн бұрын подкаст шығарғанбыз. 1 жыл 10 күн бұрын шықты. Шықты, иә. Фей перезат. Енді шамайын 1 жыл ғой енді. 3-4 күннен кейін шығардық қой, түсіргеннен кейін. 1 жылдан кейін көріп отырық. Содан кейін мен енді айтсам болатын шығар, кішкене сені ұстай алмай жүрдім біраз уақыт. Ұстай алмағанда, типа мынандай ғой. Мен үшін екеуің негізі легендасыңдар, аңыз адамсыңдар. Джуз точно легенда. Дархан Джуз ғой, Дархан Джуз. И сол Дархан Джуз ма айтады, что-то өзіме сенімді емеспін, брат. Может, 1 айдан кейін, может, 2 айдан кейін деген әңгімелер айтады да. Мен айтам, сен Дархан Джузсың ғой, неге олай? Джуз екенбіз өмірде сөйлесеміз, просто андай о духовном сөйлескен кезде мен вообще сөйлемеймін, мен аузым жабылмайтын адам ғой, по идее. И Дархан там о духовном сөйлесіп қаламыз, көп болады ондай. И Дархан сөйлеген кезде я в основном слушаю, короче, его. Давай послушаем. Да, неге сөйтіп жүрдің, сен неге неуверен болып жүрдің өзіңе? Типа сен алдында тілге байланысты дедің, иә? Жоқ, неуверенность дегенде. Я не знаю, она жолғы маған, мне, короче, не понравилось, я как себя что-то там, короче, тот... өзің ұнамай қалдың ба өзіңе? Иә. Вот. И думал, қойшы, маған, не айтам? Мысалы, подкастты шақырады, и не туралы айтасың. Ничего, түкте өзгерген жоқ. 1 жыл, жоқ, көп нәрсе өзгерді. Қазір мен де сырттан бақылап жүрмін ғой енді. Қазір сол туралы айтамыз. Оған дейін бізде дәстүр бар, кім қалай отыр, қандай киіммен келді, соны айтып кетеді. Мен өзімнен бастайын, ары қарай сендер жалғастырасың. Сен білесің, бір өттің ғой енді. Плавали знаем дейсің ғой. Сондай, мен Нұржанмын, ортада отыр, мен үстімде кезінде оцифровка видеокассетпен айналысқан жаңа бір ұзын бойлы орыс жігіттер болады. Сондай жігіттердің көйлегі, рубашкасы, сосын көк джинсы, жазғы джинсы, бірақ дала суық болғанмен көңілімде жаз деп осынан келіп шықтым. Сосын бір 2 кроссовкам бар, соның біреуі. Анау бүгін демалып жатыр, сменмен істейді олар. Иә, дәле? Мен қара толстовкамен, қара футболкамен, хаки, цвета хаки, андай камуфляжный джинсы и кроссовки жасыл и фиолетовый. Ақ толстовка, сыртында джинсовка, сұр шалбар қара. Аудиода тыңдап отырғандарға айта кетейік, біз киіз үйде түсіріп жатырмыз осы подкастты, алдымызда дөңгелек үстел, бауырсақ, айран тұр алдымызда. Сыртта мал шулап жатыр. Иә, сыртта мал жайылымнан келіп жатыр. Абысындар ана жақта ас дайындап жатыр. Жетісінде жарық айда айтып отыр. Иә, інілеріміз 6 бақан жасап жатыр. Осылай елестетіңдер. Көкпардан ұтып алған ешкінің етін жеп отыр. Салымды ма? Абысын деген. Абысын деген бір-біріне, 2 ағайындылардың әйелдері бір-біріне абысын. Иә. Біреуі үлкен абысын болып, анау жаңағы кіші, күйеуі кіші жаңағы әйел бар ғой, сол келін саналады анаға. Осылай. Ал олар бір-біріне абысын болып келеді. Қазақта сөз бар ғой, абысын тату болса ас көп дейді ғой. Сол 2 ағайындың әйелдері тату болса, сол 2 отбасыда жақсы араласады деген әңгіме ғой. Бір жақта той болады андай, көп келіндер, там жүрген кезде атмосфера күшті ғой. Иә. Андай, біреу бір-бір, по-любому. Кіресің да бір-бірден айтасың, кетіп қаласың там. А если бір-бірмен прикинь, ондай емес болса, прям дұрыс сөйлеспесе, походу да тамағанша болмайды. Сол жағы кішкене қиындау болады, иә. Күшті бірден ойламаппыз, Дархан Джуз Делакур келіп, абысындар туралы айтамыз деп. Күшті. Сонымен сенің жаңағы тақырыбыңа келейік.
өзіңе қазір былай қарап көп өзгерістерді байқап жүрмін. Біріншіден, енді сен білесің ғой, оқып жүрген шығарсың, өткенде сен бір үлкен пост жаздың, бәріміз кәдімгідей деп қалдық та, содан кейін сенің инстаграмыңа кәдімгідей бір үлкен назар салып қарайтын болдық. Өткен сен енді мен ашыламын, енді мен өзім жайлы күшті нәрселер айтам дедің, сөйтіп жаймен айтып жатсың, жаңағы Арбатқа шығып ән айтқаныңды. Ең номер 1 фанат туралы. Анау Либо, салам, братан. Мен қысқаша айтып жіберейін, оқымағандар болса, ол постта Дархан Джуз өзінің әнін ВК-ға салып қойып, күтеді қашан танымал болам деп. Танымал болмайды, уақыт өтіп жатыр. Сөйтіп жатқан кезде Шырайлым ба әннің аты? Шырайлым. Шырайлым салып қояды, содан кейін бір кісі лайк басып, сол кісі пікір қалдырып кетеді. Бір ғана, супер трек, все. Супер трек деп жазып жіберген да. И бір лайк. Кейін ол адаммен кездесіп қазір араласасың, Былай біз далада ойнап отырғанбыз. Өзі спортивкамен неме, короче, Ленинада, по Ленина. Өтіп барады. Алибек Келімбетов. Жаттап алғансың ғой, бір лайк, конечно, жаттап алғансың. Алибек, Дархан. Екеуі бір-бірін біледі уже. Типа, еще кездескендерін айтсайшы, братан, да? Дотабов потоктесің ғой сен, братан. Да, потом, типа, сразу, давай видео түсіріп, короче, танысып, сөйлесіп. Номер алмасып деген сияқты. Номер алмасып, содан бері, короче, араласып кеттік. Потом давай мен саған көмектесем, клип түсірем, короче. Мен бір басында таныстырған кезде Алиба концерттерін қалдырмайды, короче. Бұрын всегда. Сценаға шығып алып бірге билейді, короче. Біз ана муз премия болған, музыкальный премия 2019 помнишь? Берет, не, какая-то премия, короче, мне дали. Сол кезде өлең айтып жатқанда, у нас привычка, мен өлең айтып жатсам, Алиба тұрады да шығып кетеді, короче, шекер ойнап жатқанда. Примерно мен сол өлең шығарып жүргенде Астанада болатын ғой. И сол қатты көмектесетін Алибек Астанада. Сондықтан комментарий жазып, лайк басып пікір қалдырып тұрыңдар, мүмкін сенімен де дос болып кетерміз. Дегенсіз ба? Қазір уже қарамайсыз ғой. Поддержка беріп тұрыңдар, видите, типа, бір адамның поддержкасы қандай затқа жетеді. По идее. И сосын сол муз премияда нетіп тұрсақ, и бір кезінде Алиба атып шығады сценаға. И мен Алибаны көріп қаламын да, нифига, и екеуміз қуып кетеміз. Сценада өлең айтып жүрміз. И сосын шығып бара жатсақ, ана жерде администратор ма, сол жерден типа следить етіп жүрген. Что-то, это кто, короче, охранниктер бәрі Алибекті ұстап алған. Это кто, типа, кім мынау вообще? Мен айттым, это моя потанцовка, командир, типа. Это со мной. А он без спроса. Без спроса алды да курткамен. Алды да шығып кетсін. Маған да айтқан жоқ вообще. Көстет. Мен мынандай бір нәрсе еске түсіп отыр. Қазір сенен де сұрамыз. Енді көшеде танып қалған кезде қандай жағдай болды? Енді мен Дархан Джуз емеспін, конечно. Бірақ Дархан Джуз болсам, мен мына жерге есік теуіп келетін едім, деп. Салам алейкум. Мен Алматыдан шығып бара жатырмын. Сосын неге келдім? Заправкаға келдім, бензин құяйын деп. Сөйтіп енді шыққаным сол еді. Ана автоматта тұрған бала, арықтау келген, сары бала, өзіміздің жаңағы қазақтың баласы, тістері мындай ірі болады ғой, бір. Сондай күліп кәдімгідей ассалаумағалейкум деді да. Мен қалдан шыққаным сол еді жаңағы. Уағалейкум ассалам деп жаңағы мен амандастым да, енді ана барып кассаға қарай барайын деп жатырмын ғой. Ұстап алып бүйтіп қолымнан ютубтан көріп тұрам, рахмет дейді да. Рахмет, күшті. Кәдімгідей қазақ тілде контент жасап жатсыз, жақсы, ұнайды маған дейді. Рахмет деп. Отбасыммен көремін. Ойбай, рахмет. Кәдімгідей қуанып қалдым, риза болып қалдым, кетіп баратым. Сосын қашан шығады келесі видео ютубта дейді. 2-3 күнде шығады дедім. Анда ойлап қалдым, асық тезірек шығару керек, мына жігіт күтіп қалады деп қоямын. Сөйтіп кірдім кассаға, бензинге төледім. Келдім, машинаға отырайын деп жатсам, анау келіп терезені сүртіп жатыр. Терезені сүртіп берейін. Еще жаңағы 92 ма, 95 ба, 95 деп. Конечно, сіздегілер 95 деді ғой. Мен оған сайын терезені сүртіп жатыр. Мен ана еще кассадан өзіме жаңағы энергетика алып жатырмын да, оған да біреуін ала салайын дедім да. Енді түнімен істейді ғой мына жерде. Щеткасы біреуін алып, мынау саған деп бердім. Ана терезе сүртіп жатыр. Рахмет деп. Осылай қол алысып, екеуміз кәдімгідей құшақтасып, сөйтіп машинамен отырдым да, енді орнынан қозғалып жатқан кезде бір нәрсе дейді, терезені ашқам ғой. Жасай бер, аман тасыған дейді маған.
Аман тасыған деген басқа біреумен Иә, шатастырып Аман Тасыған деген қазақ тілінде интервью жасайтын жігіт бар. Сонымен шатастырған екен да, бағана айтылған нәрсе. Кел деген сөз. айтарым менің энергетигімді. Сондай болған. Да, ыңғайсыз жағдай болды. Разочарование. Ашпай қою керек еді терезені. Сол көңіл күймен кетіп қалатын ба? Иә. Сондай болған. Көшеде болып тұрады. Мені халық қорғаушылар танып атады көбінесе. Халық қорғаушылары? Ну, менттер. Тәртіп сақшылары ма? Иә, солар танып тұрады көбінесе. Амандасып, келіп, тоқтап, ерінбей. Ну, кейде, когда как, короче, андай бір жаққа түсіп қалсам, наоборот, жақсы қарайтындар бар, жаман қарайтындар бар, короче. Блин, Дели вот ондай туралы айта бере салушы. Ну, типа, блин, опасность Делимен неткенші, түскенші. Бұрын болатын, қазір уже өзгерді. Бірақ Дели мысалы ұстан қалса, бізген бәріміз, ну, типа, қазір сөйлесесің ғой? Деген тұрып алады, чо, маған бәрібір сөйлеспей қойыңдар, алып кетсең, алып кет. Рокстар ма? Рокстар бәріне боқтап тұрады, зоопарк всегда солай же. Дели кішкене қазір мы разведем. Мен шаппаймын. Тұра тұршы, қазір ол дейді, жарайды, ар жаққа тресіп тұрады, что-то вообще всегда солай. Мен андай білмеймін, ерекше андай негатив болатын прям халық қорғаушыларына деген. Сосын что-то я переборол қазір, өйткені көп адамгершілігі барларында кездестірдім, онша еместерінде кездестірдім. Ну, адамға байланысты екен. А мен бұрында без разбора, короче, бәрімен. Андай хорошо сөйлеспейтін ешкіммен, наоборот, барып түсіріп, халық қорғаушылары бір бәле деп, короче. Сондай сторилар түсіріп, короче. Көстет. Сол халық қорғаушылар танып атады. Кейде ал көшеде танымайды көп. Ну, өмірімде болған шығар бір 20-30 рет. Осы соңғы бір 3-4 жылға. Но всегда типа жақсы сөздер айтып, қазақша молодец деп кетіп атады. Тоже типа өзің сезініп қаласың. Мен дұрыс бір керек зат істеп жатырмын шығар мүмкін деп. Комментарийді оқыдың ба соңғы подкасттан? Оқыдым я бір-екеу. Саған деген көп жақсы сөздер жазып жатыр. Рахмет. Бүгін планканы төмен түсірмеу керек деші, короче. Алдыңғы жол қойып қойдым да осындай приколдарды. Сүйдің қаруың шынайылық қой? Негізі. Сонымен алып қоясың ғой көп жерде. Сондай жаңағы тану жағынан қызық болған сондай. Енді бұлай танып тұрады ғой, реакциялары қызық. Енді мені көбінесе қаланың ортасында емес, шет жағында таниды. Мысалы, қаладан бұлай шығамыз ғой, сол кезде маған жаңағы бірлер суретке түсіп, не қылып жатса, әйелім айтады, сенің аудиторияң деп. Мен керісінше мақтанамын. Міне, мен негізгі мақсатым қаланың ортасына жұмыс істеу емес, мындай кішкентай ғана емес. Мен қаланың шетіне қарай, мен басқа кішкентай қалаларға, ауылдарға, аудандарға сол жаққа жұмыс істеп жатырмын деп. Негізі дұрыс. Значит, мен жақсы жұмыс істеп жатырмын деген сөз деп қоямын да, егер мені сырт жақта танып жатса. Вот мен наоборот. Мен шет жақтарда типа смело жүремін. Вообще. Типа автобусқа отырамын, там типа вообще смело. Ауыл жақта бар. Сен хипстерлер көп таниды, иә? Вот почему-то. Қаладаларда, былай ауыл жақтарда болады. И то ол андай какой-то бір современный біреу болмаса, былай смело жүре бересің. Мен ең бірінші рет мені біреу танығанда Астанада стройкада жүргем. Бірақ уже өлеңдерім бар болып жүрді. Бірақ стройкада жұмыс істейсің? Иә, стройкада жүргем. Бастықсың ба ол жерде әлде қарапайым? Жоқ, қайда. Қарапайым жұмысы. Қарапайым, өте қарапайым ғой. Слишком қарапайымсың ғой ол кезде. И типа айтады, тұрсам Астанада, мен ол кезде уже ойлап жүргем, вот мен типа мен звездамын деп бір какой-то сөйтіп жүргем. Сосын бір остановка тұрсам, Алишер бар ғой, Алишменский біздің. Тоже соқсын екінші пәтер. Соның үйін жа. Сен польшеский келген жоқсың, сен сәлемдеп қойдың. Әңгімен бұзбаңдар. И вот, короче, типа остановкада тұрсам, екі бала қыста үй тұрып, типа темекі тартып. Мен де автобус күттім. Елар маған қарайды, типа сөйлесіп. Мен ойлаймын, что-то типа чуть-чуть напрягся, думаю, не ойлап, не қарап тұр. И сосын сөйлеп. И біреу келе жатыр ғой. Сразу басқа мысль. Типа что Оның еще жүріс сондай ғой. Иә, жүріс сондай. Сен бір бандиттерге жатыр деп ойлап қалдың ғой. Ну, бандиттер емес, ну, типа, бір какой-то екі бала. Намеренность жаман деп ойлап. Иә, сосын келді, типа, Дархан, мен бля, қайдан біліп қойды, да десем, мен сенің өлеңдерін тыңдаймын, анау первый раз, бірінші сондай болды. Мен таңғалып қалғам. Сосын үйге келіп, балаларға бәріне айтып, прикинь, мен далада танып жатыр мені уже. Бірінші рет мен сол бірле сондай болды, сосын где-то жарты жыл болған жоқ.
типа вообще ешкім таныған жоқ. Мен сол бір рет бәріне айтып жүрген, мен сол екі бала таныды. Жарты жыл айтып жүрдім дейсің ғой сонда. Жарты жыл айтып жүрген. Қуан, мені де таниды екен ғой деп. Мен де үйге келіп мамамға айтып, мам, мен далада жүрген кезде біреу келіп суретке түсті мен, прикинь, мам деп. Иә. Мамам қойшы. Тура сондай реакция ғой. Мен бірақ суретке түскен жоқ, просто типа Респект айтып кетті ма? Респект айтып кетті. Иә, болады. Жаңа кейбіреулер болады ғой, типа вот ұнамайтын, осылай тұрасың, и сосын бір Астанада тоже болған, уже кейінірек, типа суретке түсейін дейді, суретке түсесің ғой всегда. Бірақ кейбіреулер болады, типа келді де, о, кірді, о, салам, можно сфототься? Давай десем. Еще как-то бір небрежно, можно сфототься? Да, деді. Давай деді. Не удовлетворился, да? Да, бір какой-то темек алып кеткен. Шын ғана соғып кетті. Андай ғой, бір потребительский отношение болған сияқты ма бір? Келіп өзінікін алды да бірден кетіп қалды да? Типа, может, соткаемся, да, десем. Мына өлең деп айтсаң болады ғой хотя бы деп па? Да, тік кетіп қалды. Ол мынандай сияқты ғой, ол керегін алды да, а сен керегіңді алып үлгермедің да? Ол кішкене бір респект айтқанда мүмкін, иә? Бірақ ол қазір уже Да, үйреніп алғансың, қалай айтса да. Но бірақ типа отказывать етпеймін мен суретке түсуден. Мен по идее етем кейде. Ну, мен всегда етпейтін. Бірақ кейде болады, типа ыңғайсыз. Или по идее, шынды айтсам, бір болады, сен кетіп барасың там, бизнес настроение. Суретке түсем, жоқ. Екеуіңді де құттықтаймын, группа Дархан Джуз, иә? Сіз бізде сыйластырайық деген трек, екеуі де құтты болсын. Кім бастайды өзінің несі туралы? Сыйластырайық. Давай, сыйластырайық ол мен. Өте жақсы әңгіме, өйткені біз азбыз. Ретінде, иә. Жаңағы тәуелсіздігіміз алғанымызға 30 жыл ғана болды. Оның үстіне таза қазақтың саны да аз ғой. Біз кезінде 2 миллионға шейін қысқарып қалдық қой. Жаңағы ашаршылық кезінде, не кезінде, содан кейін қазір жаймен әйтеуір өсіп жатырмыз, көбейіп жатырмыз, бірақ әлде де көбею керек. Иә, сондықтан сыйласып тұрайық деген өте бізде бір үлкен бір 40-тағы кісінің әңгімесін айтып отырмын ба? Миша деген дос балам бар. Екеуміз таңғы сағат 4-те ма, 5-те ма? Миша? Иә, біз Миша. Неде, біз ол кезде Зинкова, Құрманғазыда тұрамыз. 2018-дің соңы, 2019-дің басы. 2019 жыл келді, вот, Новый год. Новый год келді, біз таңғы сағат 5-6-да үйге келеміз, что-то там. И биттар қойып, үйде кішкене жаман микрофон болатын, биттар қойып фристайл етеміз. Да. И мен 5-6, жоқ, Сатпаева 10 қой. Құрманғазы Зинкова бар там, помнишь? Просто комнатада. Просто комнатада такстар тура сол тұратын. Комнатада? Иә. Балконда ол уже басқа. Да, Сатпаева 10 ол. И потом, короче, сояқты жазып қоямын припевті. И сол күні мен есіңді жинаны жазам. Короче, бір 5-6 қазір шыққан жақында шыққандардың бәрін сол кезде жазасың ба? 5-6 шыққан тректі жазып тастаймын сол күні таңертең. Просто фристайл етеді. И сосын ұмытылып кетеді. И сөйтіп оны ұмытып кетемін, 2020 жыл болады, 2020 жылдың соңына таман дайым қығып, шықпайтын өлең деп өзім телеграм каналыма салып жүремін, короче. И өзіміздің адамдар, мен тыңдайтын адамдар тыңдап жүрді, короче. Там YouTube'қа да салып қойыпты біреу. И сөйтіп кім Хакимға көрсетемін. Хаким сериал түсірген, соған давай алып кетейінші мен как раз. Шықпаған сериал. Иә, керек дейді. Шықпай қалды иә ол? Иә, оған дейін шекерге дейін закладчик туралы, короче, сериал түсірген. Бірақ олардікі бір более махаббат туралы да, чем самореализация туралы қарағанда. И ол сериалда шықпайды, и мен тректі да ұмытып кетемін, короче, что-то трек залежался, ол телеграмда гулять етіп жүреді. Сөйтіп Кука маған бір-екі трек жіберші дейді. Кім? Бейсеков. Сен бір-екі трек жіберемін, сөйтіп жаңағы тректі неге алады? Қалайды? Валютница туралы. Эскорт. Сол сериалға алады, и что-то сояқтан адамдар көп жаз кетеді, на трек қашан. И вот соны обложкасын істеп, дұрыстап свайт етіп салып жеттік. Бір шағын оқиға айтып кетейін. Өткенде жақында Фея Перизатқа қонаққа барып қайттым. Қонақ болып барып қайттым енді ше. Сөйтіп студияға кіріп жаққан кезде, мұндай есіктер жаққа қатты қалып кеткенмін ғой. Біреу есікті ашып қалды да, тақып ұшып кеттім кәдімгідей ше. Сөйтсем, Деля шығып жатыр. Оның алдында подкастта айтқан ғой, Lil Pil Kuril деген бір образбен тректер жазайын деп жатырмын деп. Сөйтсем, соны жазып жатыр екен уже. Молодец. Жай әңгіме емес, айтылып қалған. Бірден барып жазып жатыр екен. Ол да шығар. Неудачный болды, неудачный күн. Ну, неудачный фристайл. Бастап кеттің ғой ең басты. Ну, главное бастадым, да. Ну, вот у Дели что,
қанша адамға гострайт жазады. Всегда біз мысалы Дели екеуміз, помнишь, біз тректер біреуге жазып берді, ана орыс аты кім еді? Бір нәрсе, орыс қазақ па қандай біреулерге. Иә. Менде Орыстар. менде мынандай трек жазғанда, типа там тема, бір какой-то бір вайб, бір нәрсе. Деленікі ыңғайлы да, екеуміз мысалы трек жазсақ, Деле типа рифма, так, мен мысалы, блин, осылай деп ойлап тұрсам, Деле так, типа перевереді, и екеуміз қосылғанда, по идее, жестко жазамыз да. Рифмованный мағынасы бар әңгіме. Шабыт келсе бәрі оп-оңай, вот тоже типа. Шабыт келсе, солай жаздық. Бізде ана не, типа мен больше мағына, бір бөлек, көп кіріп кетемін ғой. Деле осылай шетел, и біз екеуміз қосылғанда качественно. Посередине, да. Мағына да бар, ұйқас та бар, бәрі бар. Ұйқас, и типа приколы, тычки, это вот Деле көбінесе. Қызықтар да бар. Ну, прикольно болып тұрады, братан. Фристайл етеміз көп, по идее. Бұрын көп фристайл ететініміз. Анау өлең шықпай қалды бізде. Қай өлең? Біз жара аламыз. Ана жыл тыңдадық, кайфовый. Ютубта бар. Ютубта клипмен жүр, а так былай площадкаларда Аты қандай? Why-not деген. Why-not. Ссылкасын жібер, мен қойып қойын осы видеоның астына. Не стойся. Андай рокстар кез ғой, короче. Ну, можно. Ну, можно, чисто для истории, можно? Ютубта жатсақ, бәрі тауып алады. Типа вайб хороший, да, просто некачественно, очень некачественно, конечно. Андай Такстар деген микрофон бар, M-Audio деген. Кәдімгі стартер пак қой, рэпер стартер пактың нелері ғой, короче. Андай соған жаза салғанбыз, и сол жақтан чуть-чуть там шығарғанбыз. Енді группа жайлы айтсаң, енді сен лайв-бенд болып шығасың ғой, кәдімгідей бенд, Вия. Блюз бенд. Вия Дархан Джуз. Вия Дархан Джуз. Типа группа, всегда армандайтын группа. В принципе, мен жанды дауыс, ана музыка бәрібір ерекше ғой оның. Бір-екі рет пытался собрать сен, да, братан? Менде бұрынғыда бір Арбатта болды, короче. Типа Арбатта ойнап жүргенде. Ол ана стихийный жиналатын музыканттар ма? Бірақ та біз өзіміз бір косяк жинап алдық. Сөйтіп топты жинау арманың болды, жинап алдың. Жиналды. Бауыржан деген бір жігіттен басталды, бірінші сәлеметсіз бе? Бауыржан Ғанжо Молданазардың группасында звукач болып жүретін. Мен ана жол Аза Абыкен бір выступление шақырды, жазда. Сол жерге барсам. Короче, сөйлесіп кеттік біреумен. Что-то тоже екеуміз в потоке. Сөйлесіп. Сөйтіп оказывается, ол по музыке вообще шарит. И сонымен Бауыржанмен сөйлесіп, мен шарит етеді, короче. Арзанға Москвадан бір жерден алып келіп, тағы бір жерден арзанға нетіп, в общем, білеткенде. Как раз ақша оқып, алып алдым бәрін. Сөйтіп араласып жүргенде бір күндер. Блин, жазым, короче, менеджер керек. Сенде таныстарың бар ма дейсің, бір менеджер, толковый, короче. По идее, давай екеуміз дейік, деп, екеумізді как раз жақсы сөйлесіп жүрміз да. Сөйтіп жұмыс басталып кетті. Концертный директор болып кетті. И бір жағынан по звуку. Сосын жүріп сөйлесіп, жұмыс істеп жүрдік те. Маған, короче, группа керек, анау керек, мынау керек. Давай онда группа, короче, группа пайда болды. Еркебұлан, Стас, Дэн. В общем, күшті балалар. Бүгін тағы да репетиция. Барабанщик? Барабанщик. Бас? Вообще жесткий. Бас и соло-гитара. Ну и иногда меняемся там, короче, клавиши, анау-мынау. Ол бір жағынан репетициясы, бір басқа бөлек әңгіме. Мен басында латқа алып келу өлеңді да? Мен еще басында кішкене нетпей жүрдім де. Мен вот, оказывается, түсінгенім, без вайба вот я не могу. Типа анандай болады ғой. Вот, все, вайба нет, прийти надо и істеу керексің. Осындай бір тыныш жерден келіп, істеу сай алмайсың да? Жо, маған прям надо, что вайб. И соны біз пока бір-біріміз танысып, притерлись. Оның алдында тағы да бір басқа балалармен 2019-да істегем. Жинап тоже. Что-то там Гакуде өлең айттық. Сосын там что-то кипиш болып кетті, білмеймін. Болмай қалды ма? Болмай қалды. Ну, тогда прям рокстарили жестко, конечно. Тогда. Ну, прям, типа, сознания нету, там просто. Ты там просто, десь. Короче, помешало вот это. А қазір, біз қазір ана жол бір выступлениеде болдық қой, Дабфест, Алматы аренада. Прикольно, біз қазір уже все, рокстар
до свидания. Ол негізі концерт ұйымдастырушыларға сәл ыңғайсыз да, өйткені Өте ыңғайсыз. сендер кәдімгідей келіп құрып, ананың бәрін. Оның бәрін еще қосамын дегенше. нету керек, прокатчиктер, ол бірталай ақша кетеді оған. Şu басқа қала болса қасында тағы 4 адамыз. Иә, 4 адам біз барамыз. Еще звук бәрі жақсы болу керек, адамдар. Бірақ талаптары көп. Бірақ, ну, типа, өзіңе сай, зато өзіңе сай. Иә. Жаман әдеттерді қойдың, қазір стеклышко дейді ғой. Стеклышко ғой, как стеклышко болып жүрсің ғой. Тап-таза болып. Сөйтіп, энергетика жайлы көп жаза бастадың сен. Мен алдында да саған айтқанмын, сенде бір шамандық бір нәрселер бар сияқты деп ше. Бір сол туралы. Сен бұрыннан бері жүрсің ғой, Дархан, сен де байқап жүрген шығарсың. Сен адамдардың энергетикасын сезем дейсің да, аурасын. Мен андай нәзікпін ғой, дәлеледі ғой. Мен по идее, ну типа керек кезде мне когда довести, мен өте, ну типа грубый, там, не знаю, мен вспыльчивым. Ну типа балалар көбісі біледі, мен капец вспыльчивый. Жыннан успокаивать еткеннен кейін дұрыс болды ма деп сұрайтын адам ғой. Иә, мен по идее, бірақ уже бір жағынан өте, ну типа нәзікпін. Ну чувствительный, короче. Адам что-то дұрыс емес или алда бірнеше болса, сезіп қоясың ба, біреу алдап иә, мен де ну, не всегда получается, не всегда получается. Көстет. Асқан концертінде ішіп алып, шайтан суға тойып алып, өзім өлеңді өзім айта алмай, битқа түспей, мен назар аудармаймын десем, мынаяқта енді назар аудармаймын деп басталып, вообще андай тұра алмаймын даже. Сондай болған. Мен ол туралы көп өте жүрегіме тиеді ол ситуация. Бірақ айтпай қой онда. Нет, наоборот, типа айтып қоя салайын. Да, айтып тастайын. И типа кешірімдер. Мен қазір наоборот сол ситуациядан кейін, там типа сахнаның алдында өте ответственно, типа қазір айналсам да, ну болды и болды, я принял. Ну типа енді ондай болды. Назар аудармаймын. Назар аудармаймын. Не, еще Алдик красавчик. Мен ол кезде, короче, жесткий депрессияда едім. Ну қандай? Сол кезде ғой сен 27 өлем, бір нәрсе, ол кезде 26-тасың. Иә, сондай болып жүрген кезім. Депрессияда болдым дейсің ба, шынымен ба? Иә, депрессия онда, өз-өзім ішіме загоняться етіп, там ештеңе получаться етпей, там үйдегі бір-екі тема бар. Оны айта алмаймын ол. Қалай шықтың одан? Білмеймін, как-то жарық тақалып, да, жарық көмектес келіп, көт жаққа келіп, тақалып қалған кезде шықтым по-любому. Түсіндім то, что не выход бұл екен. Жарыққа қарай ұмтылдың ба? Иә. Өлеңдерді де былай, өлең арқылы өлеңдерде көп көмектесті. Мен қанша грустный өлең жазып тастадым, там. Өзімнің мәңгі емес екен. Иә, оны через өлеңдер. Сол өлең шықпады ма? Шығады скоро тоже. Қандай өлең? Любимый мен. Өзімнің мәңгі емес екенімді ұмыттым деген өлең бар. Ұмыттым. Өзімнің мәңгі. Сондай өлең бар тоже. Вот сол өлең шыққан кезде, сол өлеңді тыңдаңдар ағайындар. 27 деген өлең ол как раз. Иә? Иә, 27 өлеңнің аты. И сол өлеңде примерно мен сол Асқанның концертіндегі кездегі бір состояниемнің отражениесі ғой, короче. Ішкі. А былай сыртыма өзімді веселый қылып көрсетем. А былай іште сынып қалғам да, короче. Ол туралы ешкіммен сөйлеспеймін еще. Ешкім толкын білмейді мен ішімде не отқанын. Психологқа бармадым. Мен примерно білемін деп. Да, Джузбен сөйлесем. Джуз менің психологың болды ма? Психологтарымның бірі болды. Көбінесе вот мынандай душевный бір нәрселер, короче, мен сөйлесем. Джуз екеуміз сөйлесіп. Мен же Джузға қысылмай айта беретін. Мынандай болатыр. Үйден мынандай болып кетті. Мынау зат вообще мынандай маза бермей жүр, короче. И Джузбен как-то сөйлесетін, Маркамен сөйлесетін, там, Таватпен сөйлесесің. Солай как-то там шығып кетті. Әйтеуір сен қолдайтын адамдар болды да, солармен сөйлесіп. Иә. Еще олар типа олар өздері де білмеді деп ойлаймын да, қолдап атқан. Олар просто менімен бірге сөйлесті, мен өзіме пайдалы заттар алдым как-то там. И сөйтіп вот келдім. Мен бір нәрсе айта кетейін, жаңағы депрессия дегеннен шығып отыр. Ана жақтан алып келейін әңгімені. Вот жақында біздің тәуелсіздіктің 30 жылдығы болады. Біз 16-сына тойлаймыз, енді қатты тойламайтын шығармыз, өйткені қазір пандемия деген сияқты, иә. Бірақ сол былай қарап тұрсаң, сол тәуелсіздіктің кезінде туылған балалар,
кішкене басқаша өзінің жаңағы депрессияда болғанын, одан шығу керек екенін біле алады да, өзінің өзіне деген құндылығын біледі да. Мен алдында да жаңағы түсірілімнің арасында да айттым ғой кімге, мен Деля сияқты сондай бір ішкі бір бостандығым бар, ішкі күшім бар, жаңағы внутренняя опора дейді ғой. Сонда рух қой, ішкі жаңағы күш қой, жігер ғой кәдімгідей. Сондай болғым келеді. Ал оңай емес, ол жұмыс кәдімгідей. Ондай болу үшін қанша нәрсені өту керек, Деля өткен нәрселер қиындау. Сол ғой айтып отқаным. Енді депрессия туралы да айтып жатыр да, бізде өкінішке орай бізде депрессияға әлі серьезно қарамайды. Сол проблема, өйткені жақында ғана қызды естіген шығарсыңдар, 28 жасар қыз жаңағы страшно. Енді айтпай ақ қояйық. Қай қалада бұл? Осы Алматыда болды. Қайында мастритінде. Ол да психикалық денсаулыққа байланысты нәрсе ғой, былай келген кезде. Біз көбіне сол депрессияға кәдімгідей бір жалқаулыққа қарағандай қараймыз да, бір депрессия. Сенікі жалқаулық деген сияқты. Негізі ол ауру ғой. Оған кәдімгідей бір ауруға қарайтын уақыт келген сияқты. Мына 91 жылы енді бір тәуелсіздігімізді алып жатқан кезде көп қандастарымыз бізге келе бастады ғой, жан жақтан. Сол көп азаматтардың ішінде Мұстафа Өзтүрк білетін шығарсыңдар. Сол кісі келіп, таэквондоның бізде федерациясын ашты. Түркияға әлем чемпионатына біздің жігіттер де барып, бірінші орын алып, туымыз. Қапшағайда сол кісінің спорт комплексі болатын, бізде бесплатно барлық бокс, таэквондо. Мен Алматыдағына баратын. Сол кісі тек жаңағы спортымен емес, өте-өте жақсы өсиеттерін қалдырып кетті деп айтсам, ол ерте кетті ғой енді өмірден. Бір күн одан сұраған ғой, балалар жақсы көреді келіп, сөйтіп Мұстафа Өзтүркке, аға, біз сіз сияқты болғымыз келеді, Мұстафа Өзтүрк болғымыз келеді деп. Сонда Мұстафа Өзтүрк айтқанда, сен Мұстафа Өзтүрк сияқты болма деп, сен ғалым бол, сен дәрігер бол, сен педагог бол, сен ақын бол. Мен керісінше жеңіл ақыл жұмсамайтын, тек күшті талап ететін ғана мамандықты таңдадым. Сен кішкене ақылға қарай не қылыңдар деген сияқты жақсы нәрселер айтып кеткен да. Енді мысалға сендерге де осылай кәдімгідей қарап сендердің үлгі алатын адамдар көп. Мысалға жас балалар, рэпер болғым келетін дейтіндерге ше, соларға айтатын нәрселер болса, жаңағы айтып отқан біз депрессия, психология, мынау сана денсаулығы дейміз ғой, жаңағы ментальный здоровье, психический здоровье, соған қатысты нәрсе айтып кетсең. Ең біріншіден әркім өзінің жолы болады ғой. Призвание. Ол ешкім біреудің жолында істейін десең, олай болмайды. Әркім өзінің жолы бар, әркім өзінің историясы. Кейде болады, мына уже осыншада уже там стрельнул, ондай әңгіме жоқ. Салыстыруға болмайды. Әркімде өзінің жолы. И, конечно, сен басқа адамдардан көресің, мысалы, кішкене кейде үлгі алатын жерлер болады, но бірақ полностью путь. Сен тура сол жолды қуалау, не получится. Не нәрсеге мән беру керек? Не нәрсеге? Индивидуальность. Менің ойымша, мысалы, қазір психологиялық денсаулыққа көбірек мән беру керек сияқты. Бір жағынан еще не ғой, мұңая бастасан, ары қарай бір өлең шығу керек, бұйыртса, не болды мұңайып, қаза берсең кетеді ұлғайып деген. Қаза берсең кете бересің ары қарай. Түбі жоқ, түбі жоқ, кете бересің. Негативті ойлай берсең, негативқа кете бересің де, ары қарай ол неге әкеледі, ең соңында өлімге әкеледі. Сен жаның уже шыдамайды, өмірден кету керек болады. Сенің санаң ондай лупа сияқты болса, сол лупаны өзіңнің өміріңнің жақсы жақтарын алып кеп қарасай үлкейтіп лучше, чем қара жақтарын үлкейткенше. Абылай негізі жақсы жақтар көбейе бастайды. Жақсы туралы ойласаң, жақсы зат алып келеді.
позитив распространяй, позитив получишь. Андай да, бірақ егер өзіңді там рэпта көремін деп атсаң, көре бер. Типа, лучше, чтоб сен өзің көзің жетіп, то, что это не твое или твое жеткен дұрыс, чем мен саған айтқан үшін сен қоя салдың или бастадың қазір. Егер жүрегің жақсы көрсе істе, ал егер қазір адамдардың өміріне қызығып істеп атсаң, істесең істей бер, бірақ одан түк шықпайды, мен саған сразу айтамын. Ең бастысы өзіңді. Бұл жерде жаңағыда мамандыққа қарағанда бір көбіне бір ақыл кеңеске, достық кеңес сұрап отырмын да. Жаңағы мамандық таңдау емес, көбіне не нәрсеге мән берген дұрыс? Ішкі жан дүниеңе ғой. Ішкі жан дүниеңе ғой. Қандай істі істейсің, сол істі істеген кезде сен өзіңді өзің болып сезінесің, соны істеу керек. Нені жақсы көресің, соны көбейтсе өміріңде. Сен мысалға үйленген жоқсың әлі, иә? Жоқ. Айтатындар бар шығар енді, қашан, анау деген сияқты, иә? Ол да жақсы нәрсе емес негізі. Біреуден сұрау, қашан үйленесің деген сияқты. Үйдегілерді, мам, қойшы, пожалуйста, деген. Айтамын? Бүгін үйге барғам, бүгін тоже айтты. Ол, былай қарап тұрсаң, сенің жаңағы үйленбей жүрген себебін білмеймін ғой енді мен. Иә, ол туралы біз отырып сөйлеспедік, бірақ бір сондай бір кішкене бір бостандыққа деген нең шығар сен, иә? Білмедім. Маған как-то қатты давить етпейді, то, что менің там ровесниктарым мужик болып кеткен, ерте есейіп нем бар деген текстім бар мен. Сондай да, бірақ бір шетінен ойланасың енді, типа мен 28-ге келіп қалдым, мүмкін үйлену керек шығар деп. Бірақ бір шетінен тұратын мен ғой ол кісімен. И ол кісіге мен досконально келуім керек ол уақытқа. Мен біреулер мен жасыма сай болайын деп үйленесем, ол бақыт емес қой, короче. Жас келді деп үйленуге болмайды дейсің ғой. Иә. Әркім өзінің жолы бар. Қалай 28 жаста бойдақ болып жүрген күшті шығар, иә? Білмеймін. 16 жаста бойдақ болып жүрген сияқты па, примерно. Сондай ма? Примерно, иә. Негізі көп шығармашылық адамдар іштей бала ғой, негізі. Көбісі есеймейді, өйткені ересек адамның шығармашылық тұрғысынан қараған кезде бір туынды шығару өте қиын. Өйткені нелер көп та, рамкалар көп та, үйтпе, бүйтпе деген нәрсе мысалға. Әр нәрсені әртүрлі жаңағы тыйымдармен жаңағы баланы сөйтіп өсіреді ғой, кішкентай кезінен бастап. Жаман болсын демейді ғой енді, соның өзінде оның барлығы тыйым ғой. Соның өзінде ана іштегі бала, ода ешқандай не жоқ қой. Шекара жоқ. Ол бір қораптың ішінде емес, сол кішкентай бала шығаратын сияқты. Маған айтады кейбір адамдар. Типа сен кішкентай баласың сияқтысың шынымен деп. Мен өйткені андай айтуға болмайтын затты адам бетіне айтып қою мүмкін. Андай өзім білмей айтып қою мүмкін да соны, короче, бір адам бетіне. Бірақ ойламаймын, то что ол оған тиіп қалуы мүмкін. Сенде арам ой жоқ қой, вообще жоқ. Мен просто айта салдым оны. Бірақ бір жағынан есею керек тоже. Да. Бір жағынан балалық қалу, балалық ішінде қалу алып жүру керек. Ол да еңбек негізі. Іште бала болу керек, бұтына түшіп жүрсің бірген. Ішінде түшірсің, абылай... Бірақ мұжықсың ба? Білдірмейсің ба? Мына жерді кесі салу керек, өтпейтін приколдар қоржынына салып қойыңыздар деген. Жоқ, дұрыс, есею керек. Өте маңызды. Сенің балалық қызығушылығыңа ересек көзқарас керек. Бірақ та сен ересектігін баланы өлтіріп салмау керек. Типа нужно как-то... Баланың ісін үлкендерский істеу керек қой, короче. По-взрослому детские дела делать деген ба? Компромисс с самим собой. Типа сен есейдің, там адамдармен қалай сөйлесесің, дела как ведешь. Но бір жағынан оның ішінде, чтобы сен ішіндегі балаңа ыңғайлы болсын деп, сенің істеп жүрген заттарын, күнде жұмыс істеп жүрген заттарын балаңа ішіндегі ыңғайлы болса, онда екеуіне де компромисс. Істеген затынан ішіндегі балаң жанып тұрса? Мен тағы былай ойлаймын да, іштегі балаға арасында бір нәрсе беріп тұру керек сияқты да. Чуть-чуть расслабон ба? Расслабон емес, мысалға болады ғой, кезінде сенде бір болмаған ойыншық болады мысалға, менде, сондай нәрсенің арасында беріп қойып, мен сені ұмытпадым, міне мынау саған, бірақ сосын сен маған кішкене бір нәрсе жазуға көмектесесің деген сияқты да. Осылай бір
келісім болатын сияқты. Болады. Енді Өзің оятып дейсің ғой. иә. Бізде енді осы әңгімені қатты түсінбей қалатын адамдар да болатын шығар. Бұл енді көбінесе шығармашылық адамдарға қатысты деп ойлауы мүмкін. Жоқ, негізі ол барлық адамға қатысты нәрсе сияқты менің ойымша. Бәрімізде сондай бір бүкіл жұмысқа творческий подход можно істеуге. Қызығушылықпен, адвокат болсаң, повар болсаң да можно. Фотографты көрдім мен Шымкентте. Ана тойханаларда не ғой, кафель ғой енді. Сода сырғанап жүріп барып чақ еткізіп түсіріп жібереді да, ол шоу жасайды. Оның суреттерін білмедім, өткенде бір шымкентский бір жігіт айтқан, суреттер былай айғыз деп ше, сондай деген. Бірақ оны шақырады да, неге? Өйткені ол соның өзіне бір шығармашылықпен қарайды да, бір творческий подход деп жатсың ғой, тура солай. Ол да бір ерекшелік қой, сондай бір кез келген мамандыққа сәл сондай бір творческий подход болса қызығырақ көрінетін сияқты. Қызығырақ көрінеді. Мұғалімдер балдарды не только отырғызып алып, мынаны жаттандыр, ойын қылып өткізсін сабағын. Мұғалімдердің көбісі өзінің жұмысын жек көреді, қарап тұрсаң негізі. Қажып кеткен ғой, болмайтын затқа жынданып, андай балалардың потенциалын кейде өлтіріп тастауы мүмкін типа. Қазіргі мұғалімдерді білмеймін, біздің кезімізде сондай барлығы андай андай нудно өтеді, например, тарих қана қызық өтетін бізде. Өйткені біздің мұғалім андай каждый раз викториналармен істейтін тарих бізге өте қызық, күтесің сабақты ше, короче, сондай. Әр нәрсе солай. Енді мұғалімдер де қазір енді олар жағдай жақсарған сияқты ғой. Жоқ, қазір білмеймін, мектептер өте жақсы сияқты. Жақсырақ сияқты бізде. Қарап тұрсаң болады. Бір шетін қазір ұрысқызбайды. Қазір бұрынғыдағыдай жоқ қой. Мысалы бізді унижать етіп жібересің, кетіп қаласың. Ақа ондай жоқ қой. Мен інім 7 оқиды, мысалы, типа дене шынықтыруда олар өз құқықтарын біле ма бір нәрсе ғой. Осознанный сияқты уже. Андай оқи қойыңызшы, жазбай саламын, жазбаймын деп айта салады. Бізде бұрын мен ойлайтынмын, до какого-то возраста типа мұғалім ол деген ең авторитетный, осы сияқты болу керек деп. Мұғалім сияқты болу керек. Ол да өзін сөйтіп жасайды да, менікі дұрыс, менікі. Сосын бір где-то 7-8 класстарда ма ойлай бастадым, негізі сен мұғалімсің ғой жай. Типа сен жеткен жерің мысалы мұғалім, ол жақсы мамандық, бірақ ойлаймын да, сен директор зачем для себя делать мынандай деп. Сосын уже ойлай бастадым. Маған бір реттері нететін бәрімізге мұғаліміміз нетіп жақсы көремін сол апайды негізі, бот апай. Бізді қатал болатын да, сосын айтатын бір ашық сабақта. Короче, мен троечник болатын. Троечник, двоечник, әрен үшке шығып жүретін. Сосын айтатын, мысалы, отличник, сен жақсы боласың, сен осындай бастық боласың, сен түк шықпайды, максимум дворник или парикмахер бірнәрсе. И маған сөйтіп айтқан, мен қатты түңіліп қалдым, короче. И сосын сабақ бітті, біз қоңырауға шығамыз, и Госи деген досым бар, Госи білесің ғой? Госи деген. Гангстер ғой, гангстер. Да, Госи мен досым бар. И сол бірінші класстан бері бірге оқамыз, 9 классқа. Сол екеуміз шығамыз деп айтады, сен бе оқып кері жоқ, троечник болсаң да адам боласың. Мен қалай десем, біз деген диджей боламыз. Ол кері жоқ қой оқып, или айтады, или брейкер боламыз. Оған да оқудың қажеті жоқ. И мен сол кезде миыма құйып тастайды да, шында да не обязательно оқып, былай творчество болса да болады ғой деп, мен сол кезде маған подсказывать еткен. Менің бір танысым бар, Грыш жақта мектепте мұғалім, ол жаңағы бір мемлекеттік бағдарламамен бір гранттан кейін соны отработать ету керек па, сондай бір нәрсесі бар. Контракт бойынша 3 жыл. Ол шетелде оққан ғой. Жоқ, осында оққан. Осында да бар екен ғой, грант кейін жаңағы. Сен бір жерде 3 жыл оқып беруің керек. 3 жыл мұғалім болып шығу керек. Сол қазір өткенде сөйлескенмін. Қалай жалпы деп ше. Сөйтсем жақсы дейді, мен ойладым дейді. Универді бітіріп аққанда ертең 3 жыл жүрем ба, сол анау мынау деп ше. Қазір жақсы дейді. Айлықтарын көтерді өткенде. Айлықтарын көтерді. Сосын қазіргі балалар басқаша дейді. Кәдімгідей үлкен адам сияқты дейді да, жаңағы балалар ше. Солармен бірге кәдімгідей үлкен адаммен сөйлескендей сөйлесем дейді ше.
индиго қазір көбісі. басқа дейді вообще басқа бір біздің кезімізде мұғалімдердің өзі сол вот разница возрастыға акцент қойып сөйлесетін ғой. жаңағы эйджизм дейді ғой, оны жаңағы жас ерекшелігіне қарап кішкене жаңағы мынамен былай сөйлесуге болады, мынамен былай сөйлесуге болмайды деген сияқты. Қазір балалар да білет өз құқығын. Оларға ата-анасы да айтып отыр, егер саған біреу қол көтеретін болса, бірден сонда келеміз, шешеміз. Сондайда мұғалімдер де қазір енді артық нәрсе жасай алмайды. Иә. Сосын жаңағы оқушылар да білет. Қазір бірақ бір жағынан оқушылар қатты кетіп жатқан жоқ па екен қазір? Типа расслабон, все, мен өзім құқығым. Бала ғой, ондай қатты кететіндер аз шығар. Бірақ бала бар. Өйткені оларға бәрібір жаңағы ұстаз абырой болып көрінеді. Жаңағы оның абыройын не істей алмайтын сияқты. Біздің кезімізде кішкене неприкасаемый авторитет қой мұғалімдерде. Бұрын мынандай болған, жаңағы біздің қазақтар енді ғана хаттанып жатқан кезде молдада оқыған ғой, молдаға беретін болған. Сол кезде еті сенікі, сүйегі менікі деп айтатын болған ғой. Аямай ұрып соғып ұрып не істесе де соңғы дұрыс. Аюға намаз үйреткен таяқ дейтін бар мысалға ше. Сондай нәрсе бар. Көстет. Жаңағы мен сен туралы қызық бір не оқыдым, бір статья оқыдым бір сайттан. Сен неше түрлі жұмыстар істеген, сен де неше түрлі жұмыстар істегенсің. Жаңағы екеуің де бірден музыкант болып кеткен жоқсыңдар ғой. Әртүрлі жолмен келді. Сен жаңа стройкада істедім деп жатсың. Мен де жаңа неде істегенмін, официант болып істегенмін мен. Официант болып істедім. Официант болып істеп. Сол кезде мен кәдімгідей содан бері ма білмеймін, официанттарға мен кішкене ерекше құрметпен қараймын да. Өйткені мен бойым ұзын емес қой. Бұл жерде ұзын ешкім жоқ негізі. Менің де бойым ұзын емес. Енді бір заказ алуға келген кезде маған айтты да, мына жерге турник қойып қоймайсыңдар ма деді. Администраторға айтармыз дедім да, сөйтіп не заказ бересіздер? Жоқ, турник қойсыңдаршы сендер, сосын сен арасында тартылып тұрсай соған кішкене бойыңды өсірсей дейді да. Сразу төбелес басталып кеткен ған жерде ше. Өйткені мен сен сияқты едім мен ол кезде. Қатты жаңа намысыма тиіп кетті да, содан кейін мен кәдімгідей официант маған айтқан рахметіне қарағанда менің оған айтқан рахметім көбірек сияқты да, егер былай таразға салып көретін болсаң. Сөйтіп сондай бір нелер жұмыстар істеген біз. Сен қандай жұмыс істедің? Жаңа біз Дарханның стройкасында спасатель болып жұмыс істегенмін аквапарктен. Спасатель? Гавайда. Мен, кстати, күшті мал дейсің ғой да? Қапшағайда туылғам, плаванияға қатысқам. Гавайда спасатель болып жұмыс істегенмін. Оған дейін бір 4-ші класста мен әкем Баянауыл деген авторынок болатын. Сол жақта бүкіл машиналар сол жақта сатылатын, қазір көшіп кетті ғой, қаланы сатында. Сол кезде там запчасть сатуға көмектесетін, аксессуар сататынбыз машинаға. Сол жақта бір 9-ші классқа дейін жұмыс істедім. Ол жақтан шығып там рэп басталды, алмау сабаққа дайындалып. Рэп 9-ші класстан кейін басталды ма? Ол кезде бар еді рэп уже. Бірақ андай өлеңдерін ВКонтактеге салып қоясың, бірақ ондай жұлдыз емес, локальный жұлдызсың да, там алға баста білет сен рэп оқитын, сондай әңгіме да. Қандай атпен шығасың ол кезде? Ол кезде Никулин деген атпен шығамын. Мен алға баста погонялам Никулин болатын. Дегакур деген қашан басталды? 2010 жылы басталды примерно. 2011-де ма, может даже. 10 жылдай болып қапты ғой. И сөйтіп маған спасатель қызық болып тұр. Өйткені мен спасательный станцияның жанында тұрғанмын. Қызылорда, прям Страдыряның жанында спасательный станция бар. Бір оқиға айтып жүрейін, есіме түсіп кетті, өте қайғылы оқиға. Бір кісі келе жатты былай, үйдің жанынан өтіп бара жатыр. Сосын Дария қай жақта? Мына жақта дедім. Кетті, мына жерінде үлкен моншағы бар, мынандай үлкен тастары бар. Сонымен үстінде қызыл көйлек, сөйтіп кетіп қалды, сәлден кейін бір у-шу басталып кетті. Бізде 200 метрдей жерде спасательный станция. Сөйтсе жаңағы кісі суға кетіп қапты. Соны бір сағаттан кейін ба шығарып жатқанда мен көрдім да. Көрдім да, ұшып кеттім бәрінде. Тура сол көйлек несін таныдым да, сол кісі да. Өзімді кішкене сол үшін кінәлі сезініп жүрдім да. Мен көрсеткендей болдым да, қай жаққа барып жаңағы жасау керек екенін. Мен сол кезде айтайын сіздерге бір жасым 14-те еді. 14 жасымда соны көрдім да, содан кейін мен өтірік айтпасам бір 4-5 жылдай ғой деймін, сондай бір
ауыр жүкпен жүрген сияқты болдым да, ішінде жаңағы болды да. Удар дейсің ғой. Иә, мен көрсеттім да, міне деп ше, амандасып саламатсыз ба деп, міне мына жақта деп жібердім жаңағы кісіні. Қазір есіме түсті, қазір уже біртүрлі. Мен спасатель болып жұмыс істегенде Ол ауыр профессия ғой ол. Бірақ сен аквапаркта болса енді сен. Да, аквапаркта бар, там бүйтіп қарап отыратын. камикадзе дейтін не болады андай. И бассейн судың мына жерден ғана келеді да. Бірақ андай жаңағы аттракционнан түскен кезде жер қайда, аспан қайда түсінбейсің. И асты тайғанда там адамдар бүйтіп тұрып бата беруі мүмкін да. Андай суда былай тұрып, судың төбесі мына жақта деп астымен жүзе беруі мүмкін да, төбеге қаратай, короче. И андай жоғалып қалады, ориентир жоғалып қалады, короче. Сондай кезде секіресің, там 4-ші тос. А в основном мен ол жақта, короче, андай таскы ғой. Енді бір өмірімде бір соқта жұмыс істедім, примерно жарты жылдай. Бір 5 айдай жұмыс істедім, 2013 жылы. 5 айдай жұмыс істедім, короче. И сол 5 айдың ішінде неше адам құтқардың? Бір 5-6 адам максимум. Красавчик. Ну, типа, нормально. Прикинь. Но я не думаю, что егер мен болмасам, ол адамдар адам бат. Жоқ, ол 5 адам қазір тоже, мысалы, 1-2 адамнан туды. Считайсың уже. Может. Или құтқарып қалды ол адамдар. Или біреуді өлтіріп кетті. Вот тоже не знаю, что делать. Жақсы сен 5 адамды құтқарған. Ну да, адамды балдар айтып атады, маған дейін там, типа, болған 1-2 случай адамдар батып кеткен там. Байқамай қалып там. Сол жақта бір рет болған екен, оказывается, случай мен істеген жерде. И қарап тұрсаң, балдар айтып атады история. Бүгін мынандай жіберді. Бір құтқарамай қалған кезің болған жоқ па? Жоқ. Мен жұмысты вообще мамамен істейтін, у меня мама не ғой? Маляр. Калымға шығып кетеді. Андай нелер аласыңдар да, объем алып. Косметический ремонт, короче. Бетін, да. Краски, штукатурка, краска. Штукатурка, ливкас, обой, есть что, обращайтесь. Типа, көп нәрсені білемін. Сол жақтардан, и мен вообще обшитие тұрдым ғой. Ақсайда обшитие. Білесің ғой, строитель. Бізде обшитие строитель болатын. Рядом арман, и сосын электрик. И, мысалы, электрик обшитиясында чисто электриктер тұрады. Өкімет берген ба сондай? Өкімет берген. Сосын приватизировали. Сосын энергетический, арман, АХБК. И біздікі строитель болатын. Бізде тек қана строительдер. И мысалы, мамамен ба шығып кетем кейде. И көршілер болады, көбісі строитель. Бәрің білесіңдер ғой? Бәрі бір-біріміз білеміз. Бізде вот вообще по Алмате стройкаға бізде обшитиядан көп адам баратын. Мысалы, мені объемға шақырады. Че, Дархан барасың ба? Аналар қаланы тұрғызған біз десе, біздің дом десе. Мамаларымызға айтатын всегда. Сен баланды алып кетейін, там Ернар, Ана, Тимур, бәріміз жиналамыз да, бір жерге барамыз, штукатуркаға, сосын бір жерге барамыз, сосын вязалка, электрика, короче, демонтаж, монтаж. Бәрін білесің ба? Гоп-стоп. Плитка, короче. Плитка салу, иә. Ну, бізде сол ғана болатын, көбінесе. И есік алдында, типа, гитара, анау. Басқа кім сияқты, дәле сияқты мамандықтар? Дистрибьютор. Бір же дистрибьютор болып кірдім, дистрибьютор, менеджер бір нәрсе деп жазып тұрды, интернеттен қарадым да, кірдім. И сосын келем деп айтады, че осылай, жұмыс істейсің, менеджер боласың, айына осынша ақша, там, типа, еще карьерный рост, туда-сюда. Бүгін немен барасың? Бір Саша деген бір бала болады. Осы сенің инструкторың, короче, от него зависит, сен жұмысқа барасың ба, жоқ па. Соны айтқанын істеп жүр, болды. Бүгін бар. Все, ано костюм тоже киіп алған, пальто, нифига лакированный, сумка. И мен жанында жүрем. И одан осында кабинеттерге кіреді, залға ашамыз. И мен кішкентай мен жанында жүрмін, типа, не істейді екен. Важный, орыс бала, типа. И сосын, короче, кіреміз де, осындай бір компанияларға кіреміз. И одан, здравствуйте, меня зовут там Александр. То есть, у нас сегодня типа социальный опрос, мы вот проверяем тушь, можете попробовать. И, короче, құлақтан типа, она сат жүреді, короче. И сумканың ішіндегі косметика жесткая. И сатады сосын сатып жүреміз, мен жанында жүрем, что-то. И сосын күндіз обедте келеміз, обедке отырамыз. Не, заплачу, базар жоқ. Типа, отырамыз, этот, вот я уже себе 5000 заработал, типа. Че, есть желание, осылай пока что сен стажировкада осында жүресің, сосын магазинге сосын барады. Короче, мен кіркеттім сол темаға. И дистрибьюция, все, мен далада, короче, сумкамен. Просто сен шығасың,
саған косметика береді, И бәріне предлагать ете береді. любой жерде, короче. И все, мен кіріп кетемін де, сосын инструктор болып аламын. Инструктор болу үшін 15 мыңға сату керексің. Күніне 15 мың, 5 күн подряд, тоқтамай сату керексің. И там типа у меня начал получаться, мен сатып жүрем. Бірақ всегда музыка болатын ғой, өлең шығарып жүрем всегда. Бірақ сол дистрибьютор, сосын инструктор боламын, и сосын бізді Қарағандыға новый офис ашуға шақырады. Қарағандыға көшеміз. Мен сол жерге бірінші рет барам, и Қарағандыда где-то 1,5 жылдай тұрам. Инструктор боламын, сосын управляющий. Управляющий болу үшін сенде 5 инструктор болу керек. В общем, пирамида, короче. Сол жерге жүрем де, мен костюм киіп, сол кезде Думай богатей, там типа Наполеон Хилл, то все, понял? Миллионер слушает. Типа она успех, брендерлек. Успешный успех. Успешный успех, короче. Законы успешных людей. Валер Миш мимо. Чтобы заработать денег. Мимо құйып тастайды да. Еще мен классика, галстук, ау. Бірақ енді ішімнен мен всегда өлеңдер сол кезде жоса көп шығара бастайтын, короче. Таңертең оянам, өлең шығарамын, типа гитармен ойнап жүрем. Сол жерде гимн компании жасап бердім, там типа. И сөйтіп жүретін. Сөйтсе, оказывается, біздің компания, там не екен, біз Арабский Эмиратыдан біздің духилар болатын дейтін. Біз осының бәрін Мономиға и французский домға жібереміз оптом. И бізде сол үшін оптовый баға арзанырақ. Вот у вас шанс купить типа по оптовым ценам. Мы компания по идее. Напрямую с компанией. Да, напрямую, вот значит, сегодня один такой шанс. Сөйтсе, оказывается, он бәрі она типа, китайская все, короче. Я потом узнал, потом типа там еще компания кипиш болып кетті. Развалилась вообще она. Типа. Мен не болғанмын тағы, аниматор болғанмын. Інім аппендицитпен больницаға түсіп қалды. Мен студентпін, тез ақша табу керек. Сосын сөйтіп таныстардан білдім, бір аниматор керек дейді, бір крокодилдің костюмын берді. Сөйтіп бір садикке бардық. Сөйтіп қиналып орысша не істеватырмын, жаңағы оказывается қазақ садик екен де, қазақ тілді балалар жүретін, сондай балабақша екен де. Сөйтіп кішкене арасында қазақша сөйлеп жүріп едім. Кішкентай балалар жаныма жиналып қалып кішкене ойнадым. Сосын ана нелер бір орыс, бір ұйғыр қыз еді, жаңағы мен алып жүрген костюммен әкеп мына жақта ойнатасың балаларды деп. Сөйтіп тұрды, сен қазақша біледі екенсің ғой дейді. Жынды ма, қазақ тілінен әлем чемпионымын ғой. Мені бір күнге ғана шақырған ғой, бір күнге сол 5 мың теңге береміз деген ғой. Сонымен сен былай бір ай істей аласың ба дейді, біз күнде осылай не қыламыз. Күніне 15 мыңнан береміз дейді. Go? Сөйтіп, акция оғанларда рекламный компания ғой. Жаңағы крокодил киіп, бүкіл Алматының садиктеріне кіріп шықтым ғой қазір. Кәдімгідей садиктерінен өтіп баратам ғой, жанынан кішкене жүрегім айниды ғой, өйткені ана жақта әбден қиналғанмын ғой, ауа жоқ ананың ішінде. Балалар қоршап алады, сосын суретке түседі, біреу теріс қарап қалады, біреу бүйтіп қалады. Ең қиыны фотосессия болған жерде ше. Сөйтіп әбден сөйтіп ондай да бір қызық болған. Мен грузчик болып жұмыс істегенмін. Мен Алтын Ордада арбузға. Таңғы сағат 4-те барасың, оптовиктарға сатасың, бірінші сондай болады. Овощнойлар келіп алып кетеді ғой ертерек. Таңғы сағат 4-те шығасың да, 2000 теңгеге жұмыс істейсің күніне. 2000. Келмедің ба бізге крокодилдерге жақсы төледі ғой. Сол кезде сояқтағы арбуз сататындар айтатын ғой, сен бала миың бар ғой, нағып жүрсің бе ақта деп ше. А біз толпой районский балдар болып жазда, короче. Жазда ететін, сояққа барып жұмыс істейтінбіз, короче. Ең жақсы момент обед еді. Біз бірлет. Анау контейнердің хозяинның счетында тамақ ішесің, сол ең кайфовый момент ғой. Енді сөйтіп жүріп, қараңдар, енді бәріміз ойланбай, жоспарламай, қазақ тілінің осы үлкен қалаларда дамуына кәдімгідей үлес қосыппыз да. Енді мен мысалға YouTube не жағынан болса, телевидениеде жаңағы мен тек қазақша контентпен айналысам ғой енді. Сендер қазақ тіліндегі музыка жазу арқылы қарап тұрсаң, үлкен жұмыстар. Мен бір жағынан бірақ сөйлескенде қаладамын көбінесе. Орысша, қазақша. Мен де көп орысша араластырып жүрем. Бірақ вот өлең шығаратын кезде орысша шықпайды.
вот жан дүниесі вот ол басқа, иә. Ол жабысқан нәрсе ғой саған. Иә. А сен ішінде жоқ қой ол сен. Иә, мен өлең жазып жатқан кезде ешкіммен сөйлесіп жатқан жоқпын, өз-өзімен сөйлесіп жатырмын. Иә, ол қазақша. А былай сөйлескенде үйреніп қалғансың онда. Орысша жауап бере салуға біреуге там. Сол жақ кішкене. Ойлағанда да қазақша ойлайсың ғой. Сосын барып ойыңды аударасың. Сен мысалға қазір көбіне орысша сөйлейсің. Иә, көшеде кәдімгідей орысша көбірек сөйлейсің. Өйткені сенің ортаң сондай. Бірақ сен өзің қазақсың, қазақша сөйлейсің, үйіңде қазақша сөйлейсің, қазақша ойлайсың ең бастысы да. Сол да, сөйтіп біз кәдімгідей мен неге бұны көп айтам жаңағы қалай айтсам екен, мына үлкен қалада мен ешқашан ойламаппын қазақ тілі проблема деп. Мен келіп менен сен қазақша білесің бе дегенде енді қай тілде сөйлеу керекпін деймін да. Сөйтетін. Енді өткенде де мен осы тақырыпты көп айтамын подкастымда, өйткені шынымен де қазақ тіліне жанымыз ашып сондай бір жұмыс жасап жатырмық. Оған дейін қарамаппыз ғой. Иә. Кәдімгідей жақсы салыстыратындай болмады да. Бірақ қарап тұрсаң, мен Алматыға көшіп келгелі бер, 2003-те көшіп келдім ба. Осы келіп бір 6 мектепте оқыдым Алматыда. Там көшкен байланысты. Қапшағайда бір мектепте оқыдым. Мен түскен ортамның барлығы қазақша сөйлейді. Там даже выражение алғабастағы балдарды білесің ғой, например. Бәрі қазақша ғой. Да, бәрі дастишті білесің дей, ол да там қазақша выраженияларға подковынандай. Өте жақсы сөйлейді. Сондай орталарға түсіп жүрдім мен, білмеймін. Қазір вот соңғы кезде что-то біз құртылып жүрміз деп. Сендер қазір Золотой квадратта жүрсіңдер ғой негізі. Иә, бір жағынан вот маған ең қатты ұнайтын балалар, бізде ана Мейір деген бар, сәлеметсіз бе де. Ана группада бірге ойнап бастағанбыз, қазір бір группада емеспіз. Мысалы Мейір деген или Жәнібек деген балалар. Жан-жағы бәрі орыстар, орысша сөйлейді бәрі. Бірақ ол ана өзіндікін жоғалтпаған. Бетте орысша жауап бермейді. И маған бұрынғыда как-то бір кішкене қызық көрінеді, сен орысша сөйлей алмасаң, бір какой-то сен понял, приезжий сияқты. А қазір оларға уже не влияет. Мысалы бәрі орысша сөйлесіп жатыр, достар да орыс, и ол деген деп қазақша жауап бере салады. Миына даже сіңдірмеген. Вот, блин, сондай балалар. Сосын мынандай нәрсе, мынау жаңағы Золотой квадрат деп жатырмыз ғой, осы Алматының ортасы ғой, ескі орталық. Осы жақта өзге ұлт өкілдері болсын, болмаса кішкене тілі орысшаланып кеткен қазақтар болсын, солар білмеймін, маған, мен сияқты қазақша сөйлейтін адамдарға кәдімгі құрметпен қарайды. У тебя такой классный казахский деп қызығы вообще. Где ты научился деп? Вот это как будет на казахском деп бір нәрселерді сұрап сөйтеді да. И мен ойлаймын да, біз дұрыс нәрсе жасап жатырмыз деп. Біз жандай ауыр түрін емес, орысшамен араластырып болса да әзіргеше, бірақ жаңағы өзіміздің тілімізді көрсетіп жатырмыз. Біз модныймыз. Бізде осындай. Иә, біз моднымыз, бірақ қазақша да модны. Иә, қазақша қазір модны. Мысалға жаңа Молданазардың концертінде орыстарды, сенде де орыс қыздарын көрдің ғой, видеоларын телефонмен түсіріп қазақша періп тұр ше. Күшті ғой. Иә, сондай. Иә. И бір жағынан мынандай орыс аудитория қазақша үйренеді. Бірақ мынандай прям қазақ аудитория, мысалы ауылдың адамдары, олар тоже андай культураға типа современныйға кішкене тартылады. И бір какой-то бір мост сияқтымыз бар. Сондай. Дұрыс айтасың. Өте жақсы ол, да. Өте дұрыс айтасың. Типа маған вот сондай жер, не сияқты. Апорт бар ғой біздің? Алтын Орда жақта. Маған вот сондай мост сияқты. И апортта ар жақта Алтын Орданың ар жағынан адамдар келеді. И бер жақтан. И мына жерден адамдар келеді. И получается ар жақтың адамдары кішкене уже киімдеріне. Апортқа мына жақтың адамдар бармайды, походу. Мына жақтықтар енді бармайды енді. Бірақ кейде барады. Алыс да. Бірақ ол сондай мостта ар жақтың адамдары кішкене тоже уже қатты боқтамай, мысалы там таза кішкене киініп, әдепті жүре бастайды. И мына жердің адамдары, қаланың мысалы адамдары уже мынандай қарапайым қатты прям қазақтарды түсіне бастайды. Яқын бір сондай бір жақсы бір-бірінің мәдениетімен алмасып кішкене, иә?
ана южандарды север жаққа апарған сияқты ғой. Иә, айтпақшы сол жақсы нәрсе негізі ше. Мен қалай еді сол бағдардан серпінбеді. Егер қателессем ренжімеңдер, сондай бір бағдарлама бар, білмейтіндерге айта кетейін, сондай бір қазақ тілді семьяларды сол солтүстікке көбінесе жаңағы орысша сөйлейтін өңірлерге жібереді. Грантқа оқыған адамдарды там 3 жыл сабақ беруге там оңтүстіктегілерді солтүстікке, солтүстіктерді осы жаққа жіберіп араластырып. Неге Қарағанды, Петропавл, Павлодар сол жақтарға бірден завуч қылып алып кетті оқуды бітіргеннен кейін. Біріншіден ер адамдар аз дейді мұғалім. Сосын екіншіден қазақ тілінде сөйлейтін адамдар аз дейді. Қазақ тілінде ойлайтын. Иә, сөйтіп ол сол жақ бірден завуч болып кеткен. Мен Ағадырда жұмыс істегенмін. Қарағандының жанында Гигок деген компания. Үлкен электрический. Сол жерде электрик болып жұмыс істейтін вышкада. Қыста еще. Сол кезде Шымкенттен адамдар болатын. Сол жерде тұрады. Ағадыр суық жер, Қарағандының жанында. Қарағанды мен Астананың арасында суық жер. Сол кезде Шымкенттің адамдары сол жерге көшіп алған. Үй береді оларға, не условия жасап береді де. И олар жақсы влиять етеді. Мысалы, бәрі орыстан кеткен, мына жерде дүк компания келді, и сен ақырын үйрене бастайсың. Компания келіп, бүйтіп ана жақта қазақтар угорают, сен такой көршілерің угорают, сен орыстан кеткен қазақстан отырсың да былай. Барып, угорают. Танысасың, сөйлесесің, жаймен. Бір жағынан вот менталитет сол жақ кішкене қиын болатын шығар басында, анау анандай көзқарас өмірге деген, анау анандай, и бір-бірімен вот терки. Екеуі бір-бірінен жақшақтарын алып. Сосын мынау болмайды, маған қазақша сөйлеңіз. Маған қазақша қызмет көрсетіңіз дейтін. Ол агрессия. Ол агрессия. Оның жанында осындай бір күшті қып тілімізді сәнді екен көрсеткеніміз күшті ғой. Керемет қой. Көстет. Тағы бір нәрсе айта кетейін. Жаңа сен көпір деп атсың ғой енді. Алтын Орда, мына жақтан келгендерге көпір деп шынымен ғой қарап отырсаң. Сосын негізі сол нәрсені, көпір деген нәрсені біз жасағанбыз. Егер де байқасаң, жаңағы подкасттарда біз екі әлемнің адамдарын шақыратынбыз. Ол микс қой. Ол қызық, олар бір-бірімен танысады. Мысалға, Юфреймдағы Артур мен Әли Оқапов сол подкастқа келіп танысты. Оған дейін бір-бірін біледі енді сырттай. Бірақ енді кездеспеген бір жаңағы съемкалар болмаған бірге. Сөйтіп араластыратынбыз да. Өткенде Тойдуманский әншілер деп қазір атап кетті ғой көбісін. Жаңағы аттарын атамай ақ қояйын енді. Екі әнші жігіт сол айтады да, сен қандайсың дейді. Сен Тойдумансың ба, сен Гаккусың ба? Сөйтіп бөлінеді да қазір ше. Сөйтіп сұрайды да менен. Сосын мен екі жақта адамын. Бәрі менікі. Бәрі біздікі ғой, Қазақстандікі ғой. Сөйтсе ол айтады, бірақ қаланың әншілері бізді менсінбейді қоя дейді да. Бар ғой ондай нәрсе. Той әншілерін кішкене менсінбеу дегенше. Жоқ, сенде жоқ енді. Сондай нәрсе бар, мысалға, даже нелерді алып, ою деген бар ғой, соны алып қарайтын болсаң, көбінесе сол жаңағы тойских нет, иә. Той творчество емес. Оларда жақсы музыка бар. Оларда жақсы әртістер бар. Оларды алып келсең, оларда кішкене өзгеше звучаниемен бір нәрселер орындап бере алады негізі. Кішкене сол жаққа да бүйтіп қарау керек сияқты. Бұл андай бір, мен айтып отқаным жаңағы мүмкін жаңа музыканттар қарсы болуы мүмкін. Менің айтқым келгені менсінбеушілік деген нәрсе керек емес сияқты да. Бәріміздің істеп жатқанымыз негізі бір жұмыс. Андай айтып, психологияда позиция сверху дейді ғой. Вы тойские, фу деген сияқты ше. Негізі олай емес. Той да біздікі, мынау да біздікі, ондай болмау керек сияқты да. Көпір болу керек. Менде былай откровенно жоқ. Мен откровенно былай хейтерство деген жоқ, бірақ тойды мен типа предвзятое мнение бар, что ол творчество емес и все. Арасында, наверное, это даже не твое мнение ше.
Может, да, менікі емес те шығар. Менде былай болды, мен ағылшынша үйренемін Или дедім его да. слишком много, и мен оған проще относиться стал. Аха. Мен ағылшын тілін үйрену үшін кішкене ағылшын тілінде әндер тыңдау керек деп бір күндері бір ағылшынша әндерді толтырып телефоныма көшіріп алдым да, сөйтіп бір аптадай жүрдім, сосын бір аптадан кейін шыдамай кеттім да, ашым да Музарт дедім да, кәдімгідей өз елім менің кәдімгідей рахаттанып қалдым, бір өзімді бір неге қинап жүрдім деген сияқты ше. Сондай болды да, одан бүйтіп кетіп қалуға да болмайды, кетіп қала алмайсың. Ол өзіміздікі, той өзіміздікі, мен тарту керек оны. Иә. Біздің байып қалмау. Иә, ол саған. Арасында тоже, наверное, у нас тоже, ну, допустим, как у нас не у тойских дегенде тоже зашкварных много. Иә. Сол сияқты. Иә. Кажется. В семье не без урод дейді ғой, там есть кішкене нелер бар. Иә, и ақырындап тарту керек оюға, там, не знаю, там, бізге вот кішкене назар бөлу керек. Шаһардан оюды айтып жатса, иә? Мысалға, Шымкент шаһарға келім болып кетті. бар ғой, қанайлар, меховая 8-1. Мысалы, ақ көйлек киген, көк көйлек киген, мысалға, бүкіл әлем тиктокта жүртіп жатыр ғой, мысалға ше, сөйтіп жатыр. Сондай нелер көп негізі, ондай жаңағы мысалдар. Анау Қанайдың өлеңі, например, там вайбы чуть-чуть. Бірақ бір жағынан тойский деп айтсақ, обобщенный, тойский, олар тоже бізге привзято қарайды. Мысалы, мен орысша қазақша араластырып жатырмын, все, до свидания, типа. арасында бар шығар. Слишком тоже, типа, олар да ұстап алған бір позиция ұстап алған, все, болды, біздікі қазақи, қалғандардікі горд-морд, я не знаю, типа. Жоқ, ондай болмайды. Мен қызға айтайын, сол екеуі сөйлесіп жатыр, олар бізді менсінбейтін шығар деп сөйтіп айтады. Жоқ, ондай жоқ оларда деп. Мүмкін арасында бар шығар, бірақ мен естімедім деп сөйтіп айтып жатырмын ғой. Сөйтіп тұрды да. Бірақ біздің жігіттер ғой, джип мініп аққан, біздің жігіттер ғой, коттедж салып атқан дейді да, былай қарап тұрсаң, енді финансово оларда бәрі жақсы. Ондай музыкамен айналыспаймын дейтіндер, енді әркім өз таңдауы ғой, оларда кішкене жағдай басқаша. Солай сөйтіп көпір әңгіме соған келіп жатыр ғой. Негізі жақсы ат бір компанияға ма, бір проектке ма, көпір. Бар шығар бір-екі адам ашық қойған. Білмеймін, вообще добрый какой-то программа болса да, көпір какой-то. Көпір, иә. Либо андай екі бір-біріне қатысты емес, екі қатысты емес индустрияның арасындағы адамдарды. Иә, көпір. Иә. Солай, осылай көпір болып жүре берейік. Көпір күткен жоқпыз ба? Көпір кетпесек болды, көпір. Көпір, бірақ көпір сияқты бір жағынан. Көпір. Сол, рахмет, күшті әңгімелестік деп ойлаймыз жігіттер. Тағы да жиналамыз. Нелі, нөмір сол баяғы ғой. Баяғы. Тағы да келесің ба? Енді көбірек кеп тұратын шығарсың. Берсе, көреміз. Болды, рахмет жігіттер. Рахмет. Көп рахмет. Каналға жазылып, кішкене қолдау көрсетіп қойыңдар. Қымбатты менің достарым лайк басып, коммент деген сияқты стористеріңе салып, жүрген жерлерінде айтып, отырыстарда, шағын той томалақтарда деп қуып отырсың. Рахмет.